Еңбек жолымды мемлекеттік қызметпен байланыстырдым. Қарапайым маманнан ауылдық округтың әкіміне дейін қызмет атқардым. Соңғы жылдары әлеуметтік салада қызмет етіп жүрмін. Әлеуметтік саланың өзінің қағидаттары бар, өзінің ауылдық округке қарағанда өзгерістері де өте көп. Әлеуметтік саланың өзіндік бір талаптары бар. Алдымызға отбасының жағдайы қиындап кеткен ерекше азаматтар келеді. Солардың жағдайын жасау үшін біздің әлеуметтік саланың өзінің заңдылықтары бар. Сол заңдылықтарға сәйкес біздер жұмыс жасаймыз. Кейбір жағдайларда көмектесе алмай қалған уақыттарда болады, бірақ дегенімен де отбасы біздің ең басты құндылығымызды ескере отырып, біздер барынша өз тарапымыздан қолдау көрсетуге тырысамыз. Келген әрбір азаматты барынша қолдау көрсетіп, барлық мамандармен ұштастырып, соларға қолдау көрсетіп жібергеннің өзі біздер үшін үлкен бір істің атқарылғаны. Еліміздің басты құндылығы адамдар екен ата заңда нақты жазылған. Сол себептен елге қызмет ету мен үшін үлкен абырой.